Әлемдегі ең қорқынышты анимелердің бірі Жалаң аяқ Ген. Оқиға 1945 жылы 6 тамызда Хиросима қаласына тасталған атом бомбасы туралы айтылады. Басты рөлде Хиросима қаласының кішкентай тұрғыны Ген. Ол Оппенгеймердің қаруынан анасы мен қарындасы үшеуі тірі қалады. Бұл Кейдзи Наказаваның басынан өткен шынайы оқиғаға негізделген 1973 жылы шыққан манга. Ген, яғни Кейдзи, ол сол Жапония үшін қайғылы 6 тамыз күні атом бомбасынан әкесін, әпкесін, інісін және сол күні дүниеге келген қарындасынан айырылып қалады. Tomoko! Miyake! Homonara miruko motte kida zo! Tomoko! Dosta? Манганың танымалдығынан кейін Жалаң аяқ Геннің толық метражды анимесі көп күттірмеді. Геннің оқиғасының екінші бөлімі шықты. 1983 жылы шыққан бірінші бөлімінде анименің басы жай ғана отбасылық туынды сияқты басталады. Әрі қарай мультфильмге ұқсамай, тіпті жан түршігерлік суреттеуімен көрерменнің зәресін ұшырып таң қалдырады. Ал екінші бөлімі 1986 жылы жарық көрді. Бұл анимеде атом бомбасының салдарынан кейін қарапайым халықтың жаңа өмір бастауы туралы баяндайды. Наказаваның арманы орындалмады. Соғыс пен ядролық қару осы күнге дейін жойылған жоқ. Анименің басты кейіпкері үстіне атом бомбасы құласа да, адам болып қалуды үйретеді.